Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлдана. Бүгін біз сіздермен қазіргі трендте жүрген панаманы тігетін боламыз. Әрине, ең оңай тігілетін жолымен. Мен қазір арнайы мата сатып алған жоқпын, бірақ осындай былтыр трендте болған юбканың матасымен, джинсовый матамен тігетін боламыз. Әрине, біз ол үшін сызбасын сызуымыз керек. Бірінші сызбасын сызайық. Сонымен қазір сіздерге бас өлшемі 56 см болатын панаманың сызбасын көрсетемін. Мен ол үшін кәдімгі А4 парағын алдым. Егер де сіздердің бас өлшемдеріңіз 56-дан жоғары болатын болса, яғни 58-60 болатын болса, онда сіздер мына А4 парақтан үлкенірек қағаз аласыздар. Сонымен бірінші біз боковая часть бүйір сызығын сызбаламыз. Ол үшін мына бас өлшеміне бөлеміз, осыны дәл екіге бөлеміз. Сонда бізде 28 см шығады. Яғни біз мына жақтан мына жаққа шейін 28 см сызуымыз керек. Аяқ 28 см болды. Енді біз міндетті түрде мына бұрыштан 1,5 см мына жаққа жылжытуымыз керек міндетті түрде. Және де мына сол жақтағы бұрыштан оң жаққа қарай 1,5 см жүргізуіміз керек. Және де бізде жаңағы бүйір сызығының боковая часть дейді, соның енін жасаймыз. Енін мен 9 см қыламын. Сіздер 9 см-ден бұрын жаңағы 8 см қылсаңыздар да болады, 10 см. Енді ол жаңағы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен 9 см қыламын. Сонда бізде осындай 4 пайда болады. Енді жаңағы аяқтан 1,5 см жүргізген жерімізді мына екі жерге қосамыз. Мына жерге, мына жерге. Енді тағы да бір жер бар бұл жерде. Жаңағы мына тура ортасынан, осы 14-дің ортасынан мына жаққа қарай 1,5 см жүргіземіз. Және де тура мына жерден төменге қарай 1,5 см жүргіземіз. Енді осы 1,5 см болған жерді біз бұлайынан жемен овальный қылып сызамыз. Мынаны да, екіншісінде. Бірінші біз мына шетін сәл қиғаштап алайық, чтоб мынамен бірдей болсын. Мына жағын да. Мінекей, бұл бізде боковая часть, яғни бүйір сызығы дайын болды. Бұл бас өлшемі 50 см-ге арналған панамаға. Енді біз бұның жаңағы панаманың жоғарғы бөлігі дөңгелекті сызуымыз үшін мынаны өлшеп аламыз. Оны немен өлшейміз? Яғни метровкамен өлшеп аламыз. Менде 25 см шықты. Осы 25 см-ді біз пиге бөлеміз. Яғни 3,14-ге. Сонда бізде 8 см шығады. Яғни дөңгелектің радиусы 8 см болады. Диаметрі 16 см. Оны біз сызуымыз үшін жаңағы кәдімгі осындай қағазға сызамыз. Менде циркуль жоқ. Сіздерде циркуль жоқ болса, кәдімгі қылышпен сыза берсеңіздер болады. Қазір былайына істеп аламын. 16 см деп. Мына дөңгелектің ортасы 8 см. Мына жер 16 см. Осылайына істеймін. Сөйтіп сыза беремін. Қарасаңыздар, бізде нүктелер шықты.
осы нүктелер сізде өздеріңізде қаламмен қоссаңыздар да болады, или көз мөлшерімен бірдеңен қайшымен қисаңыздар да болады. Циркулі жоқ, егер де циркуль жоқ болса да. Мына бөлігін қимай тұрып, мынаны бірінші біз өлшеп алуымыз керек. Мына астындағыны өлшеп алуымыз керек. Жаңағыдай метровкамен. Тек өлшейміз. Менде 28 сантиметр шықты. Бұл 28 сантиметр. Қазір мынау панаманың астында жалпағынан тағы да бір қатар тұрады. 10 сантиметр болады. Оны біз сызуымыз үшін қазір былай істейміз. 28 сантиметр 4 бұрышы сызып аламыз. Бірінші ен тауып алайық. Ені сіздер 6 сантиметр қылсаңыздар болады. 7 сантиметр, яғни жаңағы ені жалпақ болсын десеңіздер жалпақ қыласыздар, 9 сантиметр, 10 сантиметр алып. Егер де жіңішке болсын десеңіздер 6 сантиметр, немесе 7 сантиметр қыласыздар. Мен қазір 6 сантиметр қыламын. Екеуінің аралығы жаңа айтқандай 28 сантиметр болды. Осы 28 сантиметрді біз 8 бөлікке бөлеміз. 8 бөлікке бөлгенде менде 3,15 сантиметрден шықты. Яғни мына аралықты біз 8 бөлікке бөліп шығамыз. Арақашықтығы 3,15 сантиметрден болатын. Енді мынаны қиып аламыз. Міне. Бұл боковой части. Енді біз мынаны, бұл не деп түсініп отырсаңыздар, бұл боковой частының астына тұратын, жаңағы көз жауып тұратын нәрсесі оған. Біз бұны жаңағы жасауымыз үшін бірінші деп қиып аламыз. Оны қимаңыздар. Мына жерге шейін кішкенте бір 0,2 сантиметр қалдырып қойыңыздар осылай. Бүкіл несті қиып шығамыз. Енді біз бұған мынадай үлкен қағаз алып, былайынан қоямыз да. Мына жақтан бастаймыз. Арасын 1 сантиметрден қалдырамыз. Бізде мынадай болып шығу керек. Міне. Мынаны қарап отырсаңыздар, кәдімгі осылай 4 бұрыштық қиылған. Мен арасын осылай скотчпен істеп қойдым. Мынаның арасын бәрі 1 сантиметр. Мына жаққа қарай жаңағы 0,15 сантиметр жібердім. Сонда осындай жаңағы 3-ші бөлігі шықты. Бұл бұтаның астында тұру үшін. Мынау үлкен размердегі жаңағы несі, мынау кіші размер болып тұр. Мінекей достар, өзімнен жастырып шықтым. Меха қарасаңыздар, 0,15 сантиметр қостым. Қазір мына жаққа да сол сияқты қосамын. Мына жерді өлшеп аласыздар. 0,15. Астын деп сіз қойсаңыздар да болады. Мына бұрышты қоса саламын. Сөйтіп, осындай балан сияқты нәрсе шығады. Қыз дәл осының бойымен қиып аламыз.
мінекей мынадай бөлік. Енді біздің бөліктеріміз дайын, яғни кройкамыз дайын, сызбамыз дайын. Енді осы жерде бір сұрақ келеді. Мынадан неше штук қылайын, мынадан неше штук қылайын, мынадан неше штук қылып тігемін панамаға. Ол үшін, егер сіздер жаңағы астарымен тігетін болсаңыздар, әрине мына жаңағы дөңгелектен 2 штук, мынадан 4 штук, мынадан 8 штук керек болады. Ал егер жай ғана қатты джинсыдан тігемін, оған неше штук керек десеңіздер, мынаған 1 штук, мынадан 2 штук, мынадан 4 штук қыласыздар. Қазір оны тігіп жатқан кезде көрсететін боламыз. Енді осыларды матаға түсіреміз қазір. Ешқандай сантиметр қоспай, дәл осындай қылып қиып аламын. Себебі мен өзім басыма сәйкес сәл дәл орасына жайғап істедім. И вот. Сіздер 0,5 сантиметр қосып істесеңіздер болады. Тігісіне деп. Или кейбір адамдар 1 сантиметр қосылады. Бірақ мен ойымша панамаға 1 сантиметр тігістен гөрі 0,5 сантиметр тігістегі нормально кететін сияқты. Мінекей, мен бір дөңгелек. Мына боковой частары негізі менде мата жетпей ғана кейін осынан бөлек-бөлек қиып алдым. Мына жаңағы үшінші бөлігі 4 штук. Енді біз бұларды тігеміз машинада. Мінекей мен тіктім, және де үтіктеп болдым. Парда үтіктедім. Мынаған әлі қосқан жоқпын. Біз бірінші үтіктеп тігіп болған екен боковой жасты. Мынаны мынаған деп қондыруымыз керек. Бірінші мынандай булавканың көмегімен қондырып алсаңыздар болады. Егер де бәрі бірдей сәйкес келіп тұр десеңіздер, бірден осыған машинамен тігіп кете берсеңіздер болады. Және де мына үшінші бөлігінде тіктім, және де үтіктеп қойдым осылайдан. Щоб әдемі көріну үшін. Қазір бұны да мына екеуін бір-біріне қосып тігетін боламыз. Оны кейінірек көрсетемін. Мінекей мен бірден тікпей осылайдан істеп алдым. Жаңа булавкамен қадап қойдым. Бәрі тура келеді. Енді осыны тігемін. Барлық бөлімін тігіп қойдым. Мынаны қараңыздар, боковой жасын осылайдан әдемілеп тігіп шықтым, сәндеп. Енді джинсыға коричневый қоңыр түс әдемі кететін болғандықтан сол цветті пайдаландым. Енді бір ғана жұмыс тұр, ол мынаны 1 сантиметр етіп тігіп шығуым керек. Ішкі жағын көрсететін болсам, ішкі жағын реттеген жоқпын. Мұнаның бәрін қайтадан өңдеп шығу керек. Даже мына жерін сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мынау сызық сияқты тігіп шықсаңыздар болады. Бір айналдырып. Енді қазір мына жерін тігемін. 1 сантиметрден. Мінекей достар, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай әдемі панама болып шықты. Алдына вышивка жасадым, барлық жерін өңдеп шықтым, артық жіптерін кестім, және де сіздерде де осындай болып шығады деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәттілік. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басуды және де комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар тіркелуді ұмытпаңыз.